Omar, сол жағындамын. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сені жеңісімен құттықтаймын. Және де көптеген адамдар айтқан болатын 5 раундтық жекпе-жекте Омар қалай өзін көрсетеді деген. Кори өзінің күрестен жақсы қорғанғанын көрсетті, ал сен өзінің шыдамдылығында және тұрып төбелескің келді және де бітіргін де келген еді. Өзіне қанағаттандың ба осы жекпе-жектен? Жоқ, қанағаттанған жоқпын. Иә, бұл өте жақсы жекпе-жек болды. Мен өзімнің ударкамды жақсы көрсеттім, бірақ күрес жайлы айтатын болсам, қалай оны бақылағаным төменде өзіме ұнаған жоқ. Астыда сындырам деп ойлап едім оны, бірақ ол мықты екен, мықты. Кори өте мықты. Оның және де аяқтан тебуі мықты. Мықты жігіт. Және оның UFC-дегі тәжірибесі менен көбірек секілді. Бірақ мен жеңдім. Және бүгін мен өзіме қуаныштымын жеңгеніме. Омар, жеңісімен құттықтаймын. Жақында Мираб пен Шон Омэли сен салмағында чемпиондық белбеуге төбелесетін болады. Қалай ойлайсың, сен ыңғай ретінде және эмоция жағынан кіммен ыңғайлы төбелесуге? Иә, мен ұшамын, бірақ та маған екеуінен таңдағаным ұнамайды кіммен шығатынды. Себебі біреусі мені қорқып қашып кетеді деп ойлағанын қаламаймын. Маған бәрібір екеуімен де жекпе-жекке шыға берем. Шонмен де Мирабпен де. Иә, әрине маған жеңгенімен төбелескен қызығырақ. Біреу жекпе-жекке шыға алмаса, сен оны ауыстыруға дайынсың ба? Менімше бұл 1 айдан кейін болады. Және білмеймін енді, денсаулыққа қараймыз. Барлығы денсаулыққа байланысты. Себебі бір бүкіл менің тәжірибемдегі жекпе-жектегі бұндай зақым залал тиген жоқ денсаулығыма. Бірақ білмеймін, екеуін біреуі жекпе-жектен шығып кетеді деп ойламаймын. Мираб енді ұзақ уақыт күтті бұл жекпе-жекті, және Шон Омэли кетсе де бәрібір Мираб күтеді бұл жекпе-жекті. Менімен шықпайды. Сондықтан менімше бұл болмайды, мүмкін емес бұндай жағдай. Тони, жекпе-жегін өзінің ойындағыдай шықпады. Өзің қалай ойлайсың бұл жекпе-жегін жайлы айтшы. Соңғы апта керемет өтті. Өзімді керемет сезіндім осы жақта. 75 салмақтан 67-ге дейін түстім. Менімше бір 5 километр жүгіріп 5 килограмм түсірген болатымын. Осы салмақ түсіру маған бір қызық болды. Мен 70 салмағына түсіруді үйреніп қалдым. Өтірік айтпаймын, өзімді баяу және әлсіз сезіндім. Күресте өзімді дұрыс көрсетпедім, себебі өзім кінәлімін. Созылған жоқпын бүгін. Бұл негізі спорт осындай болып тұр. Бір нәрсені ғана ойлай алмайсың. Өздерінде көрген боларсыңдар, спаррингтің әсері болды. Мен өзімді стойкада жақсы көрсеттім. Уақытты жақсы сезіндім. Майкл Кезаның маған күреске кіретін уақытын, бірақ та мен үстіме шығып алып, оны түсірер кезінде өзімді баяу сезіндім. Мен ауырдым. Бір 4-5 рет жүрегім айныған еді қобалжығаннан. Білмеймін, бәрібір де басыма бір ойлар кірді. Негізі жауынгерлер жеңіліп немесе талғаннан кейін олардың көздерінен білуге болады, олар бұл жақта емес екенін. Бірақ мен өз толқынымда сезіндім, және де өзімді жақсы сезіндім, қай жерде екенімді білдім. Сондықтан бұндай сезінбесем, мен 2 қолғабымды да тастап мансабымды аяқтар едім. Бірақ та мен қазір әлі әйеліммен сөйлесіп көрем, және сендер де мені бітіреді деп ойламайды деп ойлаймын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жекпе-жек арнасы. Қазақ бауырларыңызды қолдап, лайк батырмасын басып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.